үйде отыра беріп. Мә ысып кеттім ше, компьютер вообще қызып кетті ше. Мә ебать тез компьютерді өшіріп қояйыншы, ё-моё, қызып жанып кетер компьютер. Мә бағана ғана мұздай морозильниктен алып келген суларым, ё-моё, ысып кеткен шығар, қанып ішіп көрейінші. Ыстық қой жаман мынау сулар. Ё-моё, не істесем болады? Далаға шығып көрейінші. Ебать ысып кетті үйдің іші. Ойбай, мынау жаман ыстық қой, ё-моё, тастың өзі. Мә даладағы тастың өзі. Енді жаман ыстық екен, ё-моё, не істеймін енді? Аяғым күйсе де жүре берейін. Айбай. Короче, ё-моё, видео басталып кетті ғой, ё-моё. Мә, короче, түсінбей жатқандар болса, короче. Барықтан салсалайым достар, сізбен бірге мен Нұркидес, қалайсыздар? Короче, достар, мен видео түсірадым, достар. Бүгін біздің ауылда не болып жатыр деп айтпай ақ қойын, не болған түсініп жатқан шығарсыздар. Бүгін біздің ауылда вообще бүгін қанша градус көрейінші, достар, бір минут. Бүгін біздің ауылда вообще 56 градустан асып жатыр, ыстық дала, вообще ыстық, жаман ыстық. Енді не істесек болады, соны түсінбедім. Ал сіздер видео басылмай жатып, каналға тіке лайк бас, комментарий жазып кетейік. Ал біз видеомызға кеттік. Короче, ё-моё, грядканы тастай салайыншы, қойшы, жинамаймын мен грядка. Ыстық қой жаман дала. Ауылдағы жителдер не істеп жатыр екен, ё-моё. Менің шашым бар, вообще терлеп жатырмын ше шашыммен. Шашым вообще терлетіп жатыр адам. Мыналарда шаш жоқ, кайф, терлемейді. Жителдер, чё там, қалайсыңдар, ё-моё? Қалайсыңдар, Нұр? Бүгін ауылда вообще 56 градус дейді ғой? Естіп ысып кетті ғой дала, ё-моё. Сен ауылдың шетіне барып көрдің ба? Не болды? Жителдер бірдеңе салып тастаған ғой? Болмашы, қандай ол? Бүгін ауылда вообще 56 градус. Мынау ыстықта шыдау мүмкін емес қойшы, ё-моё. Мақұл, тез барайыншы. Үйдің іші вообще ыстық біздікі. Айтпақшы, мына келеді. Мына не салып тастаған, ё-моё, жителдер. Бір жителдер салып тастаған дейді ғой. Қаны көрші ішіне кіріп. Ассалаумағалейкум. Мағалейкум салам. Сені кім шақырды? Ойбай, тайғанап кетіп жатырмын. Мұзымнан кайф қой, ё-моё ше. О жақта отыра берсең болмайды, сен сөйтіп сұрайтыныңды білем ғой. Чё там, мен қаяқтан біліп қойдың? Короче, шықшы, өзіміз сыймай жатыр. Қумашы, мына қаншама орын бар. Шық, деген соң шықсай. Бір іші кайф екен, кейін көреміз ғой, жителдер. Бір істерін түседі, сол кезде көреміз. Зомби кіргізіп жіберейін ба ішіне? Ё-моё, осындай маған керек кезде олар жоқ болып кетеді, достар, қарасаңыздаршы. Ал мен оларға керек кезімде, ё-моё, көмектесіп тұрамын, үнемі. Мынау жителдер өздері білсін, короче. Бір көлге барып қайту керек, жаман ысып жатырмын ше, ё-моё, достар. Көлге кеттім мен, короче, үйге кіруге. Ауылдың шет жағында ма көл бар еді. Қан көрейікші, ё-моё. Ойбай, не болып кетті? Кеттік, мынақтай ғой. Ё-моё, көл ошақтарда бар еді, бір әдем көл білетін. Мұның ағаштары жаман қиындық етеді. Ағаштарға айланып кеп тіреліп қалатын. Тез бару керек көлге. Оппа, мынау тұрған көл осы ма екен? Мынақтарда сияқты еді ол, бірақ ше. Басым жаман айланып отыр, достар, мынау ыстықтан күн өтіп кетті ау басыма. Достар, не көріп тұрмын мен? Мұз? Қалай мұз? Ё-моё, бұндай ыстық күнде мұз? Су кайф. Ё-моё. Достар, қалай ыстық күнде қаяқтан мұз шыққан? Кайфқа, жителдер шақырып келемін, ё-моё. Мынақтан вообще басым шығып тұрады да, мынақтан.
Ал мына жаққа кірсем вообще басыммен сүңгіп кетем. Ах, кайфына. Ойбай, ұстамай қалдым. Ой, ах ты. Ё-моё, жетілдер шақырып айту керек маған тез-тез. Жүгір, ауылға жүгіру керек маған достар. Жетілдер шақырып айтпасам болмайды мына ше. Жетілдер, ё-моё, жетілдер. Короче, ана ауылдың шет жағындашы андай мұз су көлдің ішінде мұз тұр, сенесіңдер ме, ё-моё? Без обид, жетіл. Короче, судың ішінде мұз тұр, жетіл. Жүрсеңдерші менің артымнан шомыламыз сол жаққа барып. Қобашы, жазда қандай мұз саған? Шын айтып жатырмын, барып көрсеңдерші, сенбесіңдер. Қобашы, енді расылай, ойнамашы балды. Жүріңдер, сенбесіңдер. Барамыз, өтірік болсам білмеймін. Мақұл, жүріңдер, артымнан еріңдер, мен білем қақта екен. Жетілдер, бәрің жүріңдер, кеттік. Кет. Короче, жетілдер, міне осы жақта. Мұздарға жоғалып кетті, ё-моё. Мына суға, ыстық, жаман су. Жетілдер. Расыл, қанымыз? Жетілдер, қазір видеомдан көрсем ғой, мына жақта мұз болған тұғын. Қобашы, ыстықтан басың айланып қуып атсың ба, не істеп атсың? Білмеймін, короче, жетілдер, ё-моё. Короче, мұз болған, жетілдер, шын айтам. Басын қатырмашы, кеттік біз ауылға. Ё-моё, достар, қайтыңыздаршы, мына жақтарда бағана мұз болған, мына қайқа жоғалып кетті, ё-моё. Мақұл, мен ауылға қайтайын. Қуып аққан шығармын мынау ыстықташы, білмеймін, ё-моё. Ах, ыстық дала, ё-моё, жаман терілеп жатырмын, үйге барып отырайыншы. Не істеймін, далада жүре беріп, ё-моё. Ё-моё, ноутбугым вообще қызып кеткен. Мына ыстықта не істеуге болады? Ё-моё. Мен басым қатып жатыр, достар. Не істесем болады? Комментарияға жазып кетіңіздерші. Ебать ыстық қой мынау күн. Далаға шығайын десем шыққым да келіп тұрған жоқ. Көмектесіңдер, үй өртеніп жатыр. Көмектесіңдер. Жетілер не деп жатыр? Жетілер үй өртеніп жатыр дейді. Ё-моё, жүгір. Оны алдық шелек па, ё-моё. Жетілер үй өртеген мен не істеген, ё-моё. Ой. Тез болшы, мынау Майнкрафт бүгін ыстықтан қуып жатыр, ё-моё. Тез. Жүгір. Тез құдықтан су толтырып алып жетілерге барайын, ё-моё. Айби, үйлер өртеніп жатыр. Жетілер неғып тұрсыңдар, ё-моё. Өшірсеңдерші, не істесең болады мына отта, ё-моё. Тез бол. Хотя пожарный шақырыңдар ма, ё-моё, жетілер. Воды бар менде көп. Артыңдар, жындылар. Өртеніп кетесіңдер. Неғып жылап жатсыңдар үйлеріңе? Бас өздерің амансыңдар ғой. Ой, мынау да бір. Тез. Мұны су жақындатпай жатыр ше. Алдым су. Енді үйлерім кетті, жетілер, мен құтқарамайын бәрі. Пожарный келмесе. Короче, мен өрт болып жатқанда үйлеріңе дым істей алмаймын, короче. Жетілер, пожарный шақырыңдар. Мен склад, ебать, склад өртеніп жатыр, ё-моё. Қуаманалар. Майнкрафт, достар, өрт болып жатқан соң, және де ыстық болып жатқан соң қуып жатыр Майнкрафт. Айбейс, өртендім. Күйіп қалдым, ё-моё. Короче, жетілер, суғып кеттім, короче. Хотя бы тарап кетпейді жан жаққа. Давай, короче, жетілер. Давай деп мой, ё-моё. Короче, жетілер, тоқтаңдар, артымдар, кого өртеніп кетесіңдер біреулерің. Немене шоке болып тұрсыңдар, бірінші рет өрт көрдіңдер ма, ё-моё. 4 жетіл, сендердің үйлерің өртенді ма, үйлерің? Иә, біздің үй ғой. Неден шықты өрт? Күн ыстықтан шықты. Мақұл, пожарный шақырыңдар ма? Иә, шақырдық, келеді. Болды, жетіл, жылама. Өшіреді, пожарный келіп. Артуш, ё-моё, неғып жылап тұрсың артында? Мен не болып кетті, достар, бүгінгі күнім вообще қарбалас болып кетті. Негізін айтсам ше, ё-моё.
Мына ыстық күн жаманчы. Мына қашан түн батады екен, ё-моё. Болмай кетті ғой түн батпаса. Ё-моё. Күйгеннің несі шығып жатыр ма? Не болып жатыр, ё-моё. Ё-моё, үйім өртеніп жатыр. Тоқта. Ойбай, шіркін, қоламды алатын. Ноутбугымды алайын. Өртеніп жатыр үй. Жетілер, құтқарыңдар. Жетілер, құтқарыңдар. Тез. Мынақты қасып шығу керек маған. Не болып жатыр, үйім өртеніп кетті, достар, ё-моё. Босай. Қас, ё-моё. Шығып кеттім, ё-моё. Үйім өртеніп жатыр, жетілдер, көмектесіңдер, ё-моё. Ё-моё, ауылдағы бүткіл жетілдің үйі өртеніп жатыр ма? Көмектесіңдер, үйіміз өртеніп жатыр. Жетілер, сендер өшіп қалған ғой өртеніп. Ты, мынау өртті бір. Кетіп қалдым. Мынаяқтағы жетілер вообще оққан шығар. Цех бақ аман қалған шығар өткен. Ол блужниктан жасалған. Бүгінгі өмірім қарбалас болып кетті. Мердің үйі өртеніп жатыр, көмектесіңдер. Мер демалып отыр ғой, мынаяқта өзі істесін, келсін де істемейміз. Короче, достар, осымен мен видеоны аяқтаймын. Ё-моё. Короче, сіздермен болған мен Нұркз. Бүгінгі видео ұнаған болса арнаға тіркеліп лайк басып комментарий жазып кетейік. Бүгінгі өмірім қарбалас болып кетті. Қош сау болыңыздар, келесі видеоларда пранктарда жолыққанша, челлендждерде.